Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Python бағдарламалау тілінің 19-шы сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз модульдер және пакеттер жайлы түсіндіретін боламыз. Модульдер дегеніміз, біз осы уақытқа дейін уже талай рет айтып кеттік. Кез келген программа ол бірнеше бөлшектерден құралады. Соларды біз модульдер деп атаймыз. То есть ол мысалға бірден бүкіл программаны запускать ету ол өте қауіпті. Сіздің программаңыз істемей қалуы мүмкін. Істемеген программаны ешкім пайдаланбайтын болады. Сайтта да дәл сондай. Егер сіз бірден бүкіл сайттың ішіндегі файлдарды загрузить ететін болсаңыз, то есть пользовательге оның сайтына, сіздің сайтыңызға кіретін адам ұзақ күтеді. Соның кесірінен сіздің сайтыңыздың қолданушылары азаюы мүмкін. Сондықтан да осында кез келген бағдарламалау тілдерінде ол не только Python, одан бөлек мысалға Java, C#, C++, тағы қандай тілдер бар, Go деген тілдер бар. Осы JavaScript'тің өзінде де осылардың бәрінде модульдер бар. Яғни олар как бы кусок-кусоктан құрастырып, сіз программаны жазасыздар да, и керекті жерде ғана сол модульді загрузить ететін боласыздар. И осы модульдер жайлы айтып кететін болсақ, бізде мынау екінші, үшінші сабақтарда мынандай import logging деген пайдаландық, мынау import keyword деген пайдаландық. И осы нәрселер бізде Python бағдарламалау тілінің модульдері болып саналады. Біз осыларды пайдалану үшін мынандай import, мысалға математический функцияны шығару үшін мынандай import maz деп жазатын болдық. Егер де қараңыздар, сіздерде мынандай нәрсе болса, сіздерде қараңыздар, мына жерде логингте қосу керек болатын болса, мысалға мынаны бүйтіп жазсаңыздар да болады. Либо былайынан бір қатарға бүйтіп үтір арқылы жаза берсеңіздер болады. Логинг, тағандай keyword'ты қоссаңыздар болады, datetime-ды қоссаңыздар болады. Тағы пока біз өткендер осы ғана, осылар ғана айтып кетейін. Міне қараңыздар, төртеуін бірден қосу үшін осылай қоса берсеңіздер болады. Сөйтіп оны қалаған жерлеріңізде пайдалана беруге болады. Мысалға мына жерде қазір maz.p деп экранға шығаратын болсам. maz.p. Енді қазір мына экранға бүйтіп шығаратын болсаңыздар, мына барлығы дұрыс істеп тұр. Егер де мынадан кейін біз keyword'ты пайдаланатын болсақ, keyword.keylist осылай жазылатын беді, что-то не помню. Осылай жазылады екен, мына бәрі істеп тұр. Мынау бізге ключевой сөздердің спискісін шығарып тұр міне. То есть осылай сіздер пайдалана берсеңіздер болады. Яғни бір уақытта бірнеше модульдерді загрузить ету үшін осыны сабақ 19 деген файлдың ішіне. И осыны біз былайынан загрузить етсеңіздер болады. Одан кейін мысалға қараңыздар, бізде мына keyword деген ұзақ сөз болса, ұзақ сөз болып кететін болса, сіздер мынаны просто keyword.key деп не қылсаңыздар болады. Псевдоним берсеңіздер болады, немесе әшейін просто kiwi деп былайынан жазасаңыздар да болады, чтобы мынандай keyword деп жазып жүрмей үшін, мысалға мына қараңыздар, мынаны өшіріп тастайтын болсам, біз мына keyword.keylist деп жаздық, бірақ егер мынаны запускать ететін болсақ, ошибка пайда болады, өйткені біз оны мынау as деген импортируй модуль keyword как kiwi деп қазақша қалай болады, яғни keyword модулін kiwi сияқты или kiwiге ауыстырып импорт жаса дегенді білдіреді. То есть уже мына жерде keyword деген сөз бізде ошибка тудырады. Егер keyword пайдаланатын болсаңыздар, міне name error keyword is not defined, яғни keyword деген ат анықталмаған, оны қайдан тауып тұрсың деп тұр. Значит, біз оны атын ауыстырып жібердік, псевдонимге kiwiге ауыстырдық міне. Енді қазір запускать ететін болсаңыздар, онда міне бәрі дұрыс жасап тұр. Келесі айтып кететін нәрсе, бізде мысалға қараңыздар, мынандай нәрсе болуы мүмкін. Қараңыздар, біз математикалық функциядан бүйтіп жазып жатырмыз. Мысалға maz.p деп, немесе мысалға косинусты пайдалану үшін біз maz.cosinus и оның ішіне maz.p бөлінген 2 дегенді жазатын болсақ, онда былайынан біз mazды былайынан жазамыз да, и қараңыздар, бәрі дұрыс істеп тұр. И бізде мынау барлығында біз мынау maz деп жазадық. Неге соны сразу былайынан әшейін косинусын немесе пиін ғана жазуға болады шығар деп ойласаңыздар, оны да істеуге болады. Оны істеу үшін былай жазу керек. From maz
import p и одан кейін косинус. Қазір мен енді мыналарды маздарды өшіріп тастаймын да, только андай сол функцияның аттарын ғана алып қаламын да, сол кезде бізде мынандай нәрсе болады. И бұны шығаратын болсаңыздар, міне бәрі дұрыс деп тұр. И мынау выражение нені білдіреді десеңіздер, from деген is дегенді білдіреді. Қазақша from деген. Қазір мен толық аудара салайын. Мысалға маз деген кітапханадан, яғни from деген из библиотеки маз импортировать только функции p и косинус. То есть қазақша маз деген кітапханадан тек қана p және косинус функцияларын ғана импортта деген сұрақ, осылай осындай мағынаны білдіреді мынау код. И мына жерде мысалға егер біз синус керек болып болса, синусты қоссақ болады, немесе пол дегенді қосатын болсақ, осылай қоса беруге болады. Одан кейін мысалға тағы да факториал бар деймін. Мына факториалды да қоссаңыздар болады, мына фабсты осылай қоссаңыздар болады. То есть ол сізде мына маздың бүкіл кітапханасын қоспайды да, только соның ішінде бір-екі функцияны қосады. Егер де қараңыздар, біз мына екеуін ғана алып тұрмыз да, сол кезде мынау бүкіл маздың несін қосып тұрған жоқ, бізге тек қана пи мен косинусты ғана қосып тұр. Бірақ егер қазір біз мына жерде мазды пайдаланатын болсақ, онда ол ошибка тудырады, өйткені бізде мазды біз импорттап жатқан жоқпыз. Біз только мынаны ғана импорттап тұрмыз, екеуін ғана. То есть бұл жерде вообще маз деген библиотеканы көрмей тұр, өйткені біз только мына екеуін ғана шақырып тұрмыз да. Енді бізде мынандайды жазсаңыздар да болады. Мысалға мына from maz import p косинус дегенде былай жазсаңыздар да болады. Егер де мына maz деген модульдің ішіндегі бүкіл функцияларды импорттау үшін просто бит жаза саласыздар. Жұлдызша. Сол кезде міне ешқандай ошибка болмайды. Міне барлығы дұрыс, өйткені мынау просто maz деген кітапхананың ішінен жұлдызша деген барлығы дегенді білдіреді. Maz деген осы модульдің ішінен бүкіл функцияларын осы сабақ 19.py деген файлдың ішіне загруз етеміз да, сөйтіп біз оны қалаған жерімізде пайдалана беруге болады. Осылай қысқаша осылай айтып кететін боламыз. Бірақ та егер тағы да бір айтып кететін нәрсе, біз мысалға өзіміздің модулімізді құрастырсақ болады. Ол үшін біз мынандай жаңа файл создать етеміз. Мынаны жауып тастай салайын. Мына жерде new файл деймізде. Бізде мысалға мынандай үшбұрыштының қабырғаларын, периметр және несін аудан есептейтін бір пакет құрайық. Оның атын тура осылай жазу керек. Мынандай без стандартсыз, әшейін просто как бы мына триангл деп жаздым да. Енді мен осы жерге мына екі түрлі функция жазамын. Аудан. Ол бізге ауданды есептеу үшін ABC'ді қабылдау керек. И бізде бұда Герон формуласы арқылы бірінші полупериметр, яғни жартылай периметрді анықтап аламыз. Оны анықтау үшін үшеуінің қосындысын 2-ге бөлу керек. Яғни жартысы дегенді білдіреді. И егер де біз қазір S ауданды анықтау үшін біз maz деген библиотеканы мынақа қосуымыз керек. Немесе біз жаңағы айтып кеткендей, былайна только бізге не ғана керек, мына жерде sqrt-ді ғана, яғни түбір астыны ғана керек. Сондықтан біз оны то есть from maz import sqrt дейміз да. Енді біз мына sqrt-дің ішіне біздің функцияларды жазатын боламыз. Яғни бізде ол Герон формуласы бойынша p көбейтілген, жақша ашылған p алынған a көбейтілген p алынған b көбейтілген p алынған c. И бізде мынау функциядан return деп s-ті қайтарамыз. Енді тағы да бір функция жазып кетейік. Аудан емес, бізде периметр есептейтін. Периметр. И бұлда да сондай ABC-ны қабылдайды. И мына жерде сразу return дей салайық. Үшеуінің қосындысы бізге периметрді береді, дұрыс па? То есть бұл айнымалға теңеп жазып, мынаны да былай жазсаңыздар да болады. Мынаны өшіріп, просто мынаны аласыздар да, мына S деп не қылмай былай жазсаңыздар да болады. Ешқандай разница жоқ ода.
енді қазір қараңыздар, біз мына сабақ 19 деген файлдың ішіне осы біздің triangle дегенді импорттау үшін бүйтіп жазамыз. Міне import triangle десек, уже бізде бәрі міне import triangle деп жазамын да, бізде мысалға мынандай үшбұрыштың қабырғалары біріншісі бір 12, екіншісі бір 11 болсын, и с бізде бір 19 болсасын. Енді қазір print деймін, аудан есептеу үшін мен просто былай жаза салам. Аудан и triangle деймін, точка аудан деймін, осыған мен ABC'ді беремін. Сол кезде біздің үшбұрыштың қабырғасының аудан есептеп береді. Егер қазір запуск етіп қарайтын болсаңыздар, мына ауданын мынандай мәнге тең. Егер де оның біз периметрін анықтау үшін просто былай жаза саламыз. Мына жерге периметр. И мына жақта triangle точка дейміз, уже периметр жазамыз, оған да үш қабырғасын береміз. Сол кезде міне бізге аудан и периметрдің бәрін дұрыс есептеп тұр. Одан кейін тағы да бір сұрақ. Біз сұрақ дегенде айтып кететін нәрсе, біз жаңа да айтып кеттік, модуль и пакет деп. Модуль дегеніміз осылай қараңыздар, біз мынау triangle деген функцияны құрастырдық та, мына жерде мына класс, файл создать еттік, и соның атымен біз импорттап жатырмыз. 19 сабақта тура мынау атпен мынау файлдың аты бірдей болу керек. Бірақ та егер де бізде қараңыздар, мынау triangle деген треугольник, яғни үшбұрыштың несі. Ал егер де тағы да бір төртбұрыш сондай бір түрлі фигуралармен жұмыс істейтін бізге модуль керек болатын болса, яғни соны біз общий бір пакетке біріктірсек болады. Ол пакетті біріктіру үшін біз файл создать етуіміз керек. Файл деп қойған, папка создать ету керек. Қараңыздар, мен мына жақта мына new folder деп папка создать етем, и осы жерге мен типа figures деп осылай жаза салам папканың атын, и new file деймін, ішіне мен мынау тұратыңызда new file емес, triangle-ды алып, қазір мынаны алып, figures деген ішіне лақтырам. И тағы да бұның ішіне енді төртбұрышқа қатысты төртбұрыш ағылшынша rectangle .py деймін, осының ішіне енді төртбұрыштың несін жазам. Оны жазу үшін мысалға мен def деймін, аудан төртбұрышта бізде только екі-ақ түрлі мән қабылдайды, өйткені екі жағы бірдей болады. А мен бұны қабылдайды. Аудан есептеу үшін просто return дейміз, екеуінің көбейтіндісі дейміз бе ауданы. Так, егер қателеспесем. И төртбұрыштың периметрін анықтау үшін бізде ол да А мен бұны қабылдайды, сосын return просто мына екеуінің А мен бұның қосындысы, потом оның екіге көбейтіндісі еді. Енді қараңыздар, мына екі түрлі файл бар, бірақ олар мынандай figures деген папканың ішінде тұр. И осының ішіне біз init.py деген файл создать етуіміз керек. Мынандай екі нижний пробел арқылы жазылған, потом екі нижний пробелмен аяқталғанда .py деген файл создать етуіміз керек. Осының ішіне біз былай жазуымыз керек. From дейміз, мына өз сразу көрсетіп тұр, мына rectangle деген біздегі файлдың ішінен import дейміз, бізге мына екеуін лақтырамыз, аудан мен периметрді. И мына жақта да from.triangle дейміз, оның ішінен де import аудан периметр, яғни периметр. Енді біз мына сабақ 19-да кіріп, мынаны былай пайдалансақ болады. Мына бізде мынау үшбұрышымыз бар. Енді бұны мына жерде ашық болып тұр, оны қалай туралаймыз десеңіздер, біз былай жазасыздар. Import figures, мына папканың атымен жазу керек. И одан кейін қараңыздар, figures точка, одан кейін барып triangle, одан кейін барып аудан деп жазамыз. Егер де мынаны бүйтіп ұзақ жазбай қоюдың орнына бүйтіп сызсақ та болады. Мына from дейміз, бізде figures деген пакеттің ішінен импорттаймыз rectangle және triangle-ды. И сол кезде мына triangle-дың қабырғасын дұрыс есептеп тұрып, енді бізге мынау тік төртбұрыштың қабырғаларын мысалға бір 15, ал мынау
екінші қабырғасын y қыла салайын, типа сөйтіп енді 16 дейтін болсам, енді қазір экранға шығару үшін типа қазір rect аудан дей салайын. И сол кезде мына rectangle точка аудан деймін да, оған мен x пен y-ті беремін мәні ретінде. И енді бізге де мына rectің ауданы емес, енді периметрін есептеу үшін периметр дейміз да. И rectangle точка периметр. Енді қазір мына запуск ететіміз жоқ, мына ешқандай қашып көп отқан жоқ, мына бәрі дұрыс істеліп тұр. Міне сонда бізде мынандай екі түрлі классты былай жеке-жеке файл қылмай, оны бір папкаға біріктірдік та, и соны біз бір модуль ретінде, то есть екі түрлі файлдарды бәрін бір пакетке біріктіріп, соны біз мынау программаның қалаған жерінде пайдалана берсек болады. Мысалға біз сабақ 19py деген файлдың ішінде пайдаланып тұрмыз. Біз мысалға үшінші сабаққа барып та оны, так, мына жерде бір пустой бар еді. Так, екінші сабаққа барып бұл жақта да пайдалана берсеңіздер, ешқандай ошибка шықпайды. Міне сабақ 0 деген файлды запуск етіп тұр да, соның ішінде міне мынандай бәрі дұрыс істеп тұр. И мына жерде пикешті өшірмей қойыңыздар, өйткені бұл яғни мынау Pythonның интерпретаторының өзінің кеш файлы, бұны өшірмей қойыңыздар. Оны андай кейін сіздер модульді интернетке загруз ету үшін осылай собрать етулеріңізге болады. Яғни сіздер кейін командаларыңызбен бір проектімен 5-6 адам жұмыс жасағанда, олар әрқайсысы жеке-жеке осылай модульдермен жұмыс жасап, кейін барлығын бір общий бір проектіге біріктіреді. То есть бір сайтты істеген кезде, ол сайттың мысалға андай интернет магазин болса, андай телевизорлармен андай бір жағын бір командалар істеуі мүмкін, анандай смартфондарды шығаратын жағын бір бөлек команда жасауы мүмкін. Сөйтіп олар әрқайсысы жеке-жеке осылай модуль пакеттермен жұмыс жасайды да, сөйтіп соны кейін общий сол интернет магазиннің папкасына біріктіреді да, соның арқасында олар жұмысты тез бітіреді. Егер де сіз жалғыз өзіңіз бір интернет магазинді істейтін болсаңыздар, онда ол 2-3 ай алуы мүмкін. Ал егер де командамен кейін жұмыс істейтін болсаңыздар, онда бір 2-3 аптаның ішінде бітіріп тастауға болады. Яғни осы модульдер мен пакеттер осы программистердің жұмысын жеңілдетеді. Яғни үлкен аумақты, яғни үлкен мөлшердегі проектіні бөлшектерге бөліп, соны жеке-жеке істеуге болады. И мына әрқайсысы бір-біріне андай тәуелсіз, яғни мысалға біз мына фигуристік осыны мысалға фигурист деген папканы копировать етіп алып, мен мысалға мына копировать етіп алып, тағы да бір бөлек бір проектіге лақтырамын да, соны пайдалана берсем болады қайтадан любой бір проекттің ішінде. То есть мысалға біз білеміз, кез келген андай интернет магазиндерде мысалға андай платежный несі бар, андай онлайн арқылы төлеу деген модульдер бар ғой, сондай бір страницасы бар. То есть мысалға сіз оны бір интернет магазин жасағанда сол модульді жазып, одан кейін екінші тағы бір проектіде сол модульді бірінші проекттен алып, екінші проектіге лақтырсаңыз істеп тұра береді. Одан кейін оны екінші проектіден алып, тағы да бір интернет магазин істейтін болған кезде, сол бұрынғы проектіңізден аласыз да, просто жаңа проектіге лақтыра саласыз. Соның арқасында сізде андай қайтадан с нуля бәрін жазып жүрудің керегі жоқ. Модуль мен пакеттер сол үшін керек. Бұны жақсылап түсініп алыңыздар. Егер мен түсінгендерім жетпесе, интернеттен іздеңіздер, модули, пакеты деп, питоне деп. Сол кезде осындай ақпараттар шығуы мүмкін. И қысқаша осылай модульдер мен пакеттер осылай жұмысты жеңілдету үшін керек, программистердің жұмысын. И разработканы тездету үшін керек. Қысқаша осы, келесі сабақта жолыққанша сау болыңыздар.